Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын етті пирог дайындайтын боламыз. Қажетті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ал енді бастайық. Ең алдымен бізге жұмсақ сары май қажет болады. Бөлме температурасындағы 1 жұмыртқа және де 2 жұмыртқаның сарысы қажет болады. Және де қаймақ саламыз. Егер де қаймақ болмаса, айран қоссаңыздар да болады. Тұз қосамыз және де барлығын жақсылап араластырамыз біркелкі массасы болғанша. Еліктен өткізілген ұнымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Мен салмасын алдын ала жартылай пісіріп алдым. Етті, пиязды және де картопты до полуготовности дейді ғой орысша айтқанда. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Қамырымызды видеода көрсетілгенде 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызға ұн сеуіп жайып алатын боламыз, үлкен бөлігін. Противнімізға ұн сеуіп, қамырымызды жайғастырамыз. Сіз пергамент қолдансаңыздар болады. Қамырымыздың екінші бөлігін жайып дайындап аламыз. Енді қамырымыздың бетіне салмасын салатын боламыз. Барлығын тегістеп жайып шығамыз. Енді қамырымыздың екінші бөлігін салатын боламыз. Жан-жақтарын жақсылап бекітіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей түйіп шығатын боламыз. Қазір жақынырақ көрсететін боламын. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. градуста 25-30 минуттай пісіретін боламыз. Өз пешіңізге қарай ориентир ұстасаңыз болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын.